Сәлем достар, біз бүгін тұсаукесерге арналған осындай жиынтықты жасайтын боламыз, яғни қайшы мен ала жіпті. Бізге керек заттар осындай дайын ала жіп, лента ені 2,5 см, қайшы, ені 1,5 см лента, полубусины әсемдеуге. Осындай ені 2,5 см лентамызды алып, 1 метрдей қылып қиып аламыз. Сосын осыдан бантик жасаймыз. Бантик жасау оп-оңай, ештемені тігіп қажеті жоқ, мұқият видеоны қарап отырсаңыз болды. Мінекей бантигіміз дайын. Енді екінші бантикті де тура осындай жолмен жасаймыз. Дайын бантиктерімізді ала жіптің шетіне ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Бантигімізді ала жіпке жабыстырып болғаннан кейін, осындай полубусинаны алып, ыстық клеймен бантиктерімізге жабыстырып шығамыз. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты жабыстырып шықсаңыз болады. Мен осылай жабыстыруды жөн көрдім. Мінекей біздің ала жібіміз дайын, осындай әдемі болып шықты. Ендігі кезекте қайшымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін бізге жіңішке лента, ыстық клей қажет болады. Қайшымыздың ұстайтын жеріне ыстық клейді жағамыз, және де лентамыздың ұшын жабыстырып қоямыз. Ыстық клейімізге лентамыз жабысты. Енді қайшымызды осылай айналдыра лентамен орап шығамыз.
Қайшымызды орап біткен кезде ыстық клеймен соңғы жағын жабыстырып қоямыз қайшыға, және де артық лентаны қиып тастаймыз. Тура осылай қайшымыздың екінші жағында жасап шығамыз. Қайшымыз дайын. Енді қайшыға бантик жасап жабыстырамыз. Бантигіміз дайын. Ыстық клеймен қайшыға бантигімізді жабыстырамыз, және де полубусиныды бантиктің бетіне жабыстырып шығамыз. Қайшымыз дайын. Мінекей тұсаукесерге арналған жиынтығымыз дайын. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет.